Qancha Жағдайларды қалыпшы. Бүгін Бозатау районы Екіндария ауыл қоралар жиыны аймағында министрлер кеңесінің орынбасарының қатысуында көшпелі қабылдау болып өтті. Яғни қабылдауда қораларымыз келіп, қитақ жерлерін суару бойынша өз мұражатларын қойды, һәм бұлар өз шешімін тапты. Сондай-ақ мен өзім Екіндарияға келетін үлкен Бозатау каналы ұзындығы 45 километр. Бұнда ізегештен өтетін екі труба бар еді, соның біреуі шіріп істен шыққан, міне соны қайтадан жөнлеп беруді өтініш қылдым. Бұл бойынша менің мұражатым орнатылған болды. Һәм сондай-ақ мектепке келетін бір 100 метр, 200 метрлі салма бар еді. Бұны қазып беру бойынша мұражат қойылды. Мектеп мұғалімдер атынан бұлам орнатылған болды. Яғни айтқанда, суды реттеу, фермерлерге суды графигімен беру, сондай-ақ қораларға қита жерлерін егу бойынша әр 6-шы қала күндері су берілетін болып, кезек-кезек қойылып, сондай ретлестірілді. Яғни айтқанда біз Құда қаласа қита жерлеріміз суарып, өзіміздің өнімізді егіп, мол өнім асыл аламыз деген үміттеміз. Жағдайларды қалыпшы шарат бар. Міне сіздердің Екіндарияның мектебіне келіп, үсерге келіп мәселені шешіп жатқаныңыз бұл президентіміздің дұрыс саясатының арқасында.